Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің бос уақытым. Сабақтың мақсаты сөздік қорды молайту, байланыстыра сөйлеу тілін дамыту, бос уақыты туралы өз ойын жеткізуге үйрену, күнделікті өмірде қолданатын таныс сөздер және сөз тіркестерінен шағын мәтіндерді түсіну. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Немен? Чем? Бос уақыт, свободное время, шұғылдану, заниматься, қолдану, употреблять, применять. Сөздерді жаттап алыңыздар. Теперь обратите внимание на картинки. Суреттерге назар аударыңыздар. Кім немен айналысады? Кто чем занимается? Айжан бимен айналысады. Лента қолданады. Айжан танцует, применяет ленту. Мадина домбыра тартады. Мадина играет на домбре. Гаухар кітап оқиды. Гаухар читает книгу. Бауыржан ән тыңдайды. Бауыржан слушает музыку. Арман мен Самат шахмат ойнайды. Арман и Самат играют в шахматы. Ал сен бос уақытыңда немен айналысасың? А ты в свободное время чем занимаешься? Теперь перейдем к заданиям. Оқылым. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқы. Әлібек, сен бос уақытыңда не істейсің? Алибек, чем ты занимаешься в свободное время? Мен бос уақытымда спортзалға барамын. Я в свободное время хожу в спортзал. Анель, сен бос уақытыңда немен шұғылданасың? Анель, чем ты занимаешься в свободное время? Мен бос уақытымда анама көмектесемін, кітап оқимын. Я в свободное время помогаю маме, читаю книгу. Сен анаңа көмектесесің бе? Ты помогаешь маме? Әрине, мен анама көмектесемін, гүл суарамын. Конечно, я помогаю маме, поливаю цветы. Енді мәтін бойынша жұмыс жасайық. Айтылым. Екінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға толық жауап бер. Ответь полными предложениями по содержанию текста. Әлібек немен айналысады? Анель бос уақытында немен шұғылданады? Әлібек анасына қалай көмектеседі? Анель кімге көмектеседі? Келесі тапсырма жазылым. Үшінші тапсырма. Өз отбасы мүшелеріңнің бос уақытта немен айналысатынын жаз. Запиши, чем занимаются члены семьи в свободное время. Үлгі. Образец. Мен бос уақытымда тоқимын. Я в свободное время вяжу. Інім Аблай теледидар көреді. Брат Аблай смотрит телевизор. Енді рефлексия, кері байланысты толтырып жіберуді ұмытпаңыздар. Мен нені білдім? Менің нені білгім келеді? Менің көңіл күйім қандай болды? Және менің айтар ұсынысым. Ендеше сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.